Тізерлеп кешірім сұрайтын ойым жоқ. Депутат Ринат Заитов дінге қатысты даулы мәлімдемесінен кейін өзіне қоқан-лоқы жасап қоңырау шалатындар көбейгенін айтты. Арасында кешірім сұрауын талап етіп жатқандар да бар екен, бірақ мәжілісмен райынан қайтатын түрі жоқ. Алаяқтардың 85% намазхан деген депутаттың сөзіне қырғидай тигендердің қатарында өнердегі әріптестері де көп екен. Өткен аптаның басында халық 85 мың теңгеге күнін көре алмайды деп ең төменгі жалақыға шүйліккен депутат Ринат Заитов апта соңында тағы да қатқыл мәлімдемесімен талайды шулатты. Қазақстанда жасалып жатқан алаяқтықтардың интернет басқа 80%-ын жасап отырған қауым намаз оқитын қауым. Өтірік десе бетіме бассын келіп. Мәжілісменнің кешелі бері қоғамда қызу дау тудырып жатқан мәлімдемесі осы. Депутат сұхбатында елімізде дінді бүркемелеп, бүлік жасауға ұмтылатындар көбейгенін де айтқан. Соңғы кездері мектептегі хиджаб мәселесінің ушығып кетуі де солардың жоспары дейді Ринат Заитов. Қаржылық пирамидалардың артында тұрған кей ықпалды топтар одан қалды қажылыққа апарамыз деп қарашаны сан соқтырып кеткендер мен әлеуметтік желі арқылы дүйім жұртты алдайтындардың әрекетін мысалға келтірген. Дегенмен бұл сөзімді бәз біреулер бұрмалап, елдің ішіне іріткі салып отыр дейді депутат. Намазхандардың 80% алаяқ деп ана сөзді өзгертті де ортаға тастай салды. Шын мәнінде бұл бар факті. Өкінішке қарай. Менің меңзеп отырғаным сол. Олар домбыра харам, басқа харам дегенше, шама келсе дінге жаны ашитын адамдар осы діннің атын жамылып, исламның атына кір келтіріп жүрген топтарды түзеп алу керек. Даулы мәлімдемеден кейін дін жолындағы танымал тұлғалар бірінен соң бірі депутатқа қырғидай дейді. Намазхандар мен зайырлы халықты екіге бөліп, жауластырып қойдың деген Балғынбек Имашев бір шекпеннен шыққан экс-әріптесіне шумақтарын арнап үлгерген. Ринатжан, айтыста да қайтыста да бетіңнен қақпадық. Айтқыздық, ел болып батыр қылдық, қошанатпен істегенді кешірдік, қошанатпен жүргенді құптадық. Аманатқа қарсы кезінде де, партияға жаршы кезінде де қолдадық. Өз басым осы уақытқа дейін артық ауыз айтқандарыңа, жала жапқандарыңа, бұрыс пікірлеріңе үндемедім. Бірақ бүгінгі шулатып отырған сөзіңе арнайы үн қатпасам болмады. Есесіне мәжілістегі зөңгілестері Заитов халықтың көкейінде жүрген мәселені ашық айтты деп әріптестерін қолдап отыр. Заң саласында талай жылдық тәжірибесі бар. Абзал Құспанов тергеу изоляторында отырғандардың 85% болмаса да дені дін жолына түскен дейді. Егер қазір тергеу изоляторына кіріп көретін болсаңыз, сіздерге бәрі де растайды. Адам баласы қалай осы тергеу изоляторына түседі, дереу жаңа сақал қойып, бастарына жаңа ақ телпектерін киіп намаз оқып кетеді. Ал айтып өйтіп құтылып шығып жатса, шартты жазамен шыққаннан кейін сол лас тірліктерін қайттан жалғастырып жүреді. Оны мен өзім талай мәрте көзім жеткен, көзіммен көргем. Бір депутатымыз шынайы халықтың ойында көкейінде жүрген мәселені пікірді ашық айтып жатса, оны енді алып балақтан шалып, мен оған түсінбеймін. Ал бүгін Ринат Заитов өзіне қайта-қайта қоңырау шалып, қорқытып, өркітіп жатқандар көбейгенін айтты десе де, ешкімнен кешірім сұрайтын ойым жоқ деген депутат жұмысқа 5 күн бойы қара жаяу қатынайтынын айтып, қолдарынан келсе сол кезде жолығуға болады деп сөзін түйіндеген. Елордадан Айғаным Достанбай, Айбол Садуов, КТК.